Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге осындай гемоглобин көтеретін витаминный салатты жасайтын боламын. Ол үшін бізге керегі бір свекло, морковь, алма және де греческий орех қажет болады. Мінекей қайнатылмаған свеклоны мен теркінің майда жағымен өткізіп жатырмын. Сіздер ірі жағымен өткізсеңіздер де болады. Мінекей морковьті дәл осылай тағы да теркіден өткізіп аламыз. Мінекей свекло мен морковьті өткізіп алдым. Енді мен алманың қабығын, яғни сыртын алып тастап жатырмын. Оны мен қазір майдалап, соломка қылып турайтын боламын. Мінекей алмамды қостым. Енді осының бетіне мен мейіз қосып жатырмын. Сіздер мейіз немесе чернослив қоссаңыздар болады. Менің орехтарым ірі болғандықтан ортасынан бөліп алып жатырмын. Мінекей осыны қазір салатқа пайдаланатын боламын. Мінекей орехті да дайын болды. Енді осы салаттың бетіне мен 2 ас қасық май құятын боламын. Және де оны жақсылап араластырамын. Мінекей осылайша араластырып, оның бетіне орехтарымды себелейтін боламын. Өте ағзаға пайдалы, гемоглобин көтеретін, пайдалы, витаминге толы салат. Сіздер де жасап қараңыздар. Өте жеңіл, әрі пайдасы өте көп. Сондықтан жасап қараңыздар. Менің рецептім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған Бекзат. Сау болыңыздар.